Оқушылардың білімін жылдам және оңай тексеруге мүмкіндік беретін интерактивті бағалау платформасы Plickers. Ең алдымен Google сайтқа кіріп платформаны іздейміз және де Stegen Up, яғни старт батырмасы арқылы платформаға кіреміз. Егер де сіз бұл сайтқа тіркеліп қойған болсаңыз, Google форма арқылы кірсеңіз болады. Не болмаса, регистрация жасап, өзіңіздің email почтаңызбен пароліңізді жазып кірсеңіз болады. Платформаның келесі бетінде біз тілді ауыстырып аламыз, себебі өзімізге ыңғайлы болу үшін қазақ тіліне қойсақ болады, және де бізде сіздің кітапханаңыз деген беттен жаңа бет деген бетті ашып, осы жерден мен сіздерге тест тапсырмасын жасап көрсетемін. Мен негізі тестті Word форматта құрастырдым, осы жаққа жазып алдым және оны копировать етіп Plickers платформасына қазір қоямын. Себебі осылай жасаған өте тиімді және уақытты үнемдеуге де көмектеседі. Қазір мен мына жерге копировать жасаған нәрсені вставить етіп қоямын және де бізде тестті А, В, С деңгейде, яғни жауаптар болады. Осы жерге тест түріндегі тапсырма жазамын. Балалар осы жерден бар жауаптарды белгілейді. Балалар және бұл жердегі варианттарды қатардан тізбектеп, не болмаса екі жауаптар қатардан тұр және оны біз астындағы жолақтарды басып, көк жолақты басып, жанымызда сол жақта көрсетіліп тұрған екі жаққа бөлсек те болады. Және де өздеріңіз көріп тұрған аудио және де гиф кішігірім дыбыстық аудио жасауға мүмкіндік береді. Видео және де фото және де аудио жабдықтар дыбыстық жазбағаныз келсе осылай сурет түрінде не болмаса видео түрінде салсаңыз болады. Осы Plickers платформасынан осы жердегі таңдауларды, яғни батырмаларды басып, өздеріңізге керекті тапсырманы жасай аласыздар. Негізі бізде осы Plickers бағдарламасы платформасы мұғалімдерге сыныптағы оқушылардың білімін жылдам және оңай тексеруге мүмкіндік беретін интерактивті бағалау платформасы. Бұл құрал қағаз бен мобильді қосымшаны біріктіріп, жылдам кері байланыс алуға арналған екен. Негізі осы Plickers бағдарламасының ерекшелігі техникалық талаптар аз. Оқушыларға құрылғылар қажет емес, тек мұғалімнің смартфоны немесе компьютері ғана қажет екен. Яғни мұғалім осы жерден жасап, оқушыларға ссылка арқылы, не болмаса QR арқылы жібере алады. Және сіздер көріп тұрғандай, мына жерде біз бірінші бетті тест түрінде істедік, яғни тесттің екінші бетін тоже жасау үшін осы жерден жаңағы келесі деген батырманы басып жасай берсек болады. Астында тұрған сызықты және осылай видео арқылы жасаған біздің сұрағымыз шығады. Plickers бағдарламасының ерекшелігі оқушыларға бірегей QR код арқылы жіберу және де мұғалімнің жасаған тапсырмасын таңдап дұрыс жауаптың дұрыс немесе қате екенін көруге мүмкіндік береді. Оқушылардың жауаптары нақты уақыт режимінде экранда көрсетіледі және де жауаптардың статистикасы мен нәтижелері бірден осы экран бетіне пайда болады екен. Және де осы Plickers бағдарламасының артықшылығын айтатын болсам, бұл тегін әрі қолжетімді. Бұған ешқандай да оқушылар телефон немесе компьютер қолданбайды, тек мұғалім жасаған тапсырманы лед экран арқылы орындауға да болады. Және де уақытты үнемдейді. Оқушылардың жасаған тапсырмалары, яғни жылдам әрі тез көрінеді, бағалау да өте тез болады. Енді біз мына жерде жаңа жасаған тестімізді дұрыс жауаптары оқушы белгілеген кезде сразу жасыл болып шығады және де оны біз басып шығаруға да болады. Не болмаса ссылка арқылы, QR код арқылы делиться деген батырманы басып келесі адамға жолдауға да болады.